Бәріне сәлем. Мені білмейтіндерге, менің атым Жібек. Менің жасым 18-де. Назарбаев университетінің 3-ші курсында компьютер ғылымдар мамандығына оқимын. Осы жыл бойы үлкен тех компанияларда тәжірибе алып жүрмін. Соның арқасында Англия мен Европада саяхаттап, әлем аралауға мүмкіндік алып отырмын. Бүгін мен өзімнің 5 күндік Амстердамға сапарым жайлы айтып беремін. Бүгінгі эпизод ол жаққа қалай және не үшін барғаным жайлы, қандай қызықтарды басымнан кешкенім жайлы эпизод болмақ. Он 17 тамыз. Менің тех компанияларға тапсыруда менторға болып, маған көп көмегін тигізген адам өзінің компаниясына қыздарға арналған конференцияға сілтеме жіберді. Ол конференция 21 қыркүйек күні бойы Амстердамда өту керек болатын. Барып қайту билеттерін өздері алып беріп, 2 түн керемет қонақ үйде Амстердамда болу мүмкіндігі беріп тұр екен. Бірақ бәрінен бұрын 2 күннен кейін менторым сол Амстердамға өзі ұшып келу керек еді. Оның үстіне Инфакториалды танысқан Аружан мен Есхат сол жаққа бірнеше рет шақырғаны бар. Жаз бойы осы адамдар үшін Амстердамға қатты барғым келді. Мәселе тіпті ақшада да емес еді. Мен тек қана бұл сапарды жоспарлауды кейінге шегеріп жүр едім. Бірақ тағы да бір сәтке сол 17 тамызға қайтадан оралайық. Түсінгендеріңіздей, мұндай мүмкіндікті жіберіп алмау керек деп, резюмеме жазғы тәжірибемді қосып, ChatGPT-дің көмегімен конференцияға барудағы мотивациям жайлы эссе жазып, сол түні өзімнің өтінішімді жібердім. 8 сағат өтер-өтпестен таңертең менің резюмем өткен жайлы имейл алдым. Келесі кезең рекрутермен 15 минуттық Zoom екен. 2 аптадан соң кездесіп, мен митингқа кешігіп кіріп, Zoom-ның камерасын қоса алмай, интервьюімді бар энтузиазммен алып шықтым. Интервью расымен де қиын болды. Ешқандай техникалық сұрақтар қоймаса да, мен мотивациям жайлы, неге бұл конференцияға барғым келетін жайлы және менің бұрынғы проекттерім жайлы сұрады. Не сұрағанын қазбалап айтпай қояйын, алайда қойылған ең қиын сұрақты айтпасқа болмас. Ол былай: қазір түсінікті Google-да тәжірибе алып жатсың, бірақ универ бітірген соң не істегің келеді деген сұрақ еді. 2-ші курс бітірген маған бұл сұрақ өте қиынға түсті. Бірақ интервью соңында келесі кезеңге өткен жайлы маған бірден айтты. Қандай келесі кезең? Неге сондай ұзақ процесс деп ойланып отыруыңыз керек? Себебі мен де солай аң-таң болдым. Бірақ кейін білдім, трейдинг компанияларға кіру өте қиын және бәсекелестік алпауыт тех компанияларға қарағанда жоғарырақ екен. Келесі кезең есеп шығару болды. 2 сағаттық контестте 2 есеп берілді. Және оның тек қана біреуін толық шығара алып, ішім күйіп, көбірек дайындалу керек еді деп жүрген күндердің бірінде, Жібек, сені біздің компаниямыздың Амстердамдағы офисына шақырамыз деген хат келді. Мен расында да қатты қуандым. Қуанышымда шек болған жоқ. Сол уақытта бірдеңе деп көңілім түсе қалса, бірден келе жатқан саяхатым есіме түсіп кетіп, бір марқайып алатын. Google-дағы стажировкамның соңғы апталары осы саяхатпен тұспа-тұс келіп қалды. Сондықтан сол проекттің презентацияларымен қарбалас болып, уақыттың қалай зымырап өткенін түсінбей қалдым. Солай да 17 тамыздан бір ай өтіп, 20 қыркүйекке келдік. Ол сәрсенбі еді. Қызық болса, менің Google-дағы менторларым мен саяхатымды қолдап, Амстердамдағы баратын жерлердің тізімін берді. Мен өзімнің менторларыма айтып, аэропорттан бір станция ғана алыс тұрған соң, офистан кешкі ас ішіп, асықпай үйіме барып, чемоданымды жинап, кешкі рейсқа шықтым. Басқа гуглердан Салли Рунидің Normal People атты кітабын сұрап, самолетта соны оқып, 1 сағатта Амстердамда болдым. Бірақ самолетқа отырмас бұрын, ручная кладь кезінде менің теріме жағатын заттарды алып қойды. Сондықтан менің көңілім түсіп, бұл саяхатын қалай болар екен деп ойландым. Бірақ эпизодтың соңында түсінесіздер, бұл саяхат менің өмірімдегі ең керемет саяхаттардың біріне айналды. Рейсқа дейін 30 минутта аэропортта болдым. 1 сағат қана ұштым, содан кейін тағы да жарты сағатта өзімнің қонақ үйімде болдым. Осылай 2 сағатта, 2,5 сағатта өзім үйінен Амстердамдағы қонақ үйге дейін көзді ашып жұмғанша келе қалдым. Қонақ үй менің атыма дайын тұрған көріп,
iPadпен басқарылатын номер келгенде компанияның көңіліне таң қалдым. Келесі күні осы сапарым негізгі мақсаты конференцияның өзіне қатыстым. Таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін трейдинг жайлы алғаш рет естіп, осында шешетін проблемаларды мен танысып, инженерлермен сөйлестім. Осындай да болады екен ғой деп таң қалып жүрдім. Осындай жерлерде техникалық челлендждарды шешуге болатынын түсіндім. Ол жақтағы трейдинг компаниялардағы техникалық челлендж жылдамдықпен байланысты. Өйткені трейдтерді тез сатып алып, қандай трейдтерді сатып алу керек екені жайлы тез анализ жасау керек. Бұл трейдинг пен техтің қосылған бір симбиоз сияқты. Бұл жақта инженерлердің негізгі клиенті трейдерлер екен. Күні бойы конференция кезінде трейдерлермен де сөйлестім, сол жақта жұмыс істейтін инженерлермен, программистермен де сөйлестім, қыздармен өте күшті нетворкинг алдым, рекрутерлермен сөйлесуге көп уақыт болды, олардың жұмысы жайлы да қызық фактілерді білдім. Бірақ конференцияның ең күшті жері ол 3 сағаттық челлендж еді. Конференцияда айта кететіні, бәріміз 10 қыз болдық. Сол 2 қыздан 5 командаға бөліп 3 сағат бір техникалық челленджді шештік. Ол бір есеп сияқты командалардың программаларын бір-бірімен жарыстырды. Және сол жерде универде 2-ші курста өткен алгоритм классындағы бір алгоритмді қолдану керек болды. Бірақ оны қолданатын кезде мен оны қалай қолданатынын есіме түсіре алған жоқпын. Сондықтан бәрібір Google-ға салдым. Бірақ универдегі курстың пайдасы деген сияқты, өйткені оны қолдану керек кезінде атын есіме түсіріп іздеуі оңай болды. Біздің команда барлық команданың арасында, 5 команданың арасында 2-ші орын алды. Және негізінде мені Румыниядағы программированияның және қыздардың арасындағы спорттық программалаудың деңгейі өте таң қалдырды. Румыниядан, Польшадан келген қыздар спорттық программалаумен 8-ші сыныптан бастап қарқынды айналыса бастайды. Конференцияға бүкіл Европаның түкпір-түкпірінен мықты бэкграундтармен 10 қыз жиналды. Және мен жалғыз орталық Азиядан қыз болып, өзімнің қандай жолым болғанына сене алмай отырдым. Тура осы жолым болғаны жайлы сезім компанияда жұмыс істейтін адамдармен бір Uberде отырғанда да келді. Олардың бәрі бір-бірін танитыны және бір-біріне отбасы сияқты қарайтыны маған қатты ұнады. Маған үнемі осындай бір-біріне достар сияқты қарайтын жерде жұмыс жасаған қызық көрінеді. Және болашақта да өзімді өте социалды, ашық жарқын командада көремін. Бұл Uber қайда баратыр деп ойласаңыздар, конференция кешкі 6-та біткен соң біз барлығымыз 10 қыз сол жерде болған инженерлер және рекрутерлар итальяндық ресторанға бардық. Ол жерде күшті итальяндық тамақ жеп, бір-бірімізбен сөйлесіп, бір-біріміздің мәдениеттерімізбен танысып, Польшадағы және Нидерландыдан болған қыздармен сөйлестім. Негізінде маған итальяндық тамақтар қатты ұнамайды, және олардың кухнясының қатты фанаты емеспін, бірақ сол бір кеш өте күшті өтті. Керемет күн, керемет кеш деп айтудың өзі аз еді. Түнгі 12-дің қыздармен әңгімеміз таусылмай сөйлестік, бір-бірімізді WhatsApp чаттарға қосып, LinkedIn-да коннект жіберіп, өте күшті нетворкинг болды деп есептеймін. Шынымен де әртүрлі бэкграундтағы қыздар жиналып қалыпты. Ішінде қазақтармен бір стажировкада болған қыздар да болды. Біз Қазақстанның мәдениетімен қызығып, елдердің ерекшеліктері жайлы сөз қозғаумен болдық. Осы сәтте Жібек шай ішіп жатыр еді. Себебі қатты ауыра бастағанды сезіндім. Өкінішке орай, бүкіл сапар бойы мен ауырып шықтым. Сәрсенбі күні самолетқа ұшатын кезде тамағым қышып тұрды да, конференция күні, ол бейсенбі күні, бүкіл энергиямды осы күнге бергендіктен иммунитетім әлсіреді ме екен, не басқа елге қонған соң ба, және Цюрихта бір инфекция алған соң ба, әйтеуір ауырып қалдым. Сондықтан сапар бойы тек қана саяхаттаумен емес, өз-өзімді емдеумен айналыстым. Бірақ келесі таңда сүйікті менторларым Аружан мен Исхаттың үйіне барып, Қазақстандағыдай қарсы алуды көріп, емделе бастадым. Қазақша оюлар мен көрпе жастықты көргенде жаман қуандым.
өзімді үйдегідей сезініп махаббатқа бөлендім. Бұрында әке-шешемнің студенттік өмірі кезінде тұрған туысқандарға неге бауыр болып тұратынын түсінбейтін едім. Қазір түсінбес түгіл оларды осы тұрғыда қолдаймын. Ал Аружан мен Есхат менің туыстарым да емес еді. Бірақ осы бір сапарымнан соң туысқаннан да жақын адамдарға айналды. Келесі 3 күн бойы алғашқы жарты күн дәрімен, сорпамен емдеп, екінші жартысы Амстердам дейтін әсем қаланы көрсетті. Жаңбырдың астында да қалдық, алтылық ойнадық әр түні. Өмірімдегі ең дәмді фри мен корей тауықтарын жедім. Қызық факт, фри голландықтардың дәстүрлі тағамы. Олар оған әртүрлі соус қосып, сыр қосып, жасап жейді екен. Бағасына қарасақ, ол жай ғана фри емес сияқты, өте арзан емес. Бірақ мен сұраған адамдардың барлығы голландықтардың бұдан басқа дәстүрлі тағамы жоқ деген әңгіме айтты. Бұл саяхатымда мен турист сияқты музейлерге барып, туристер көретін жерлерге көп барған жоқпын. Алайда көп жүрдім, көп күлдім, Амстердамның әдемі табиғатын тамашаладым. Және жаңа айтқандай, стажировкамның соңғы апталар болған соң, осы өткен 3 айға рефлексия жасадым, көп ойландым. Ал Аружан мен Есхатпен біз Ван Гогтың музейін сыртынан көріп, Амстердамның шеті жоқ каналдарымен серуендедік. Каналдар шынымен кинодағыдай өте әдемі, күндіз де, түнде де. Күндіз күн түскенде судың түсі өте әдемі. Ал түнде сол шамдар каналдың ішіндегі суға түсіп, қала одан да ары романтикалық атмосфераға бөленеді. Алматыда болсаңыздар, сондағы Весновканың жағалауымен жүрген шығарсыздар. Амстердамда сол бір бітпейтін Весновканың жағалауында жүрген сияқтысың. Үнемі судың дауысын естуге, оған қарауға және көп ойлануға уақыт болады. Ондағы күзге ғашық болдым. Ауырып тұрсам да сондай ғажап көріністерге аузым ашылып қарай бердім. Тіпті солай Амстердамның визитный картасына айналған Қызыл Шамдар көшесіне де соғуды ұмытып кетіппін. Менің Гуглдағы менторларым өзі сол жаққа бару керек деп қоймаған болатын. Бірақ бұл саяхатымда ол жаққа бара алмадым. Жарайды, келесі келгенде деп кеттім. Амстердам жайлы сіз білмеуі мүмкін қызықтарды айтайын. Себебі олар да маған жаңа болды. Біріншісі, нидерландықтар сондай әдемі және бойлары ұзын. Әдемілік субъективті зат болса да, менің ойымша олар объективті әдемі деп санаймын. Көшеде жүріп, оларға жай ғана қараған бір ғанибет. Екіншісі, неге қала Амстердам деп аталатынын білесіз бе? Себебі қаланың бойымен Амстель өзені өтеді. Дәлірек айтқанда, Гуглдан іздеп қарасам, қала сол өзенді қоршаған дамбаның айналасында тұрғызылған. Астананы Есіл дамбасы деп қойған сияқты ғой қысқасы. Үшіншісі, мемлекетте жер аз болған соң баспалдақтар өте қиғаш орналасқан. Үйге көтеріліп түсу өте қиын. Басында маған бір хайкинг сияқты сезілген болатын. Бірақ уақыт өте келе оған да денең үйреніп кетеді екен. Сол себептен заттарды үйлерге көтеру қиын. Сәйкесінше үйлердің төбесінде үлкен ілгіштер бар. Адамдар ауыр заттарды көтеру үшін сол ілмектерге жіпті орап, заттарды үйлеріне солай тасиды екен. Бұл жай ғана қызық факт. Өйткені барлық үйлердің үстінде осындай ілмектерді көруге болады. Үшіншісі, қаланың жасылдығы мені қатты таңғалдырды. Көшеде күнбағыстың өсіп тұрғаны біреуді мазалауды қойған сияқты. Гүлдердің бағасы ше деп отырсаңыз, расымен де өте арзан. Әдемі гүлдердің шоғын сатып алып, үйге қойып тамсану арманда кетті. Бірақ ол жақта мен барғанда гүлдердің өсіп тұратын сезоны емес еді. Сондықтан мен ешқандай гүл алған жоқпын. Бірақ келесі барғанда гүлдердің шоғын сатып алу Амстердамға барғанда істейтін бірінші затым. Ой, қалада ағаштар жайлы айтып жатыр едім ғой. Жалғастырсам, бір күні біз Вондер дейтін деп аталатын паркке бардық. Мен парктерді жақсы көретінді жеке қоя тұрғанда, парктың табиғатқа жақындығы қатты ұнады. Маған парктердің ұнайтын себебі, олар өз-өзімен әдемі. Оған сән бермесе де, жаңбыр жауса да, күн шықса да, кез келген мезгілде, кез келген ауа райында табиғат өзінің әсемдігін жоғалтпайды және онымен үндескен менің жаныма бір рахат сыйлайды. Және ол ешкімнің онымен тамсанғанына мұқтаж емес. Оның бары, оның құндылығы.
Қысқасы, барлықтарыңызға көбірек парктерге баруға, әсіресе Амстердамдағы парктерге шанс беріп көруге шақырамын. Себебі Амстердамдағы парктер табиғатпен үндестік табуға көмектеседі десем қателеспеймін. Негізінде Амстердам өте жасыл қала екен. Және Аружанның айтуы бойынша, ол жасыл ағаштардың барлығын голландықтар өздері отырғызған. 5-ші факт, жоғарыда айтылған фактілердің ешқайсысын мен ғаламтордан өзім қараған жоқпын. Мені қаламен таныстырған адамдардан естідім. Осы сәтте тағы да бір рет оларға шексіз алғысымды білдіргім келеді. Өйткені бірде бір рет Google Maps'ты ашып, ой, бүгін не істеймін деп те ойланған жоқпын. Мен ол жерде өзімді қонақ сияқты сезініп, шынымен де демалуға келген сияқты болдым. Мен дұрыс түсініп қалмаңыздар. Маған турист болған ұнайды, қандай жерлерге баратынды жоспарлаған, қала туралы білген және қызу дайындықпен айналысқан ұнайды. Бірақ осы демалысымда мен жай ғана демалдым. Аружан мен Есхатпен қаланы аралап жүргенде таныстығымыздан 1 жыл өткенін есімізге алдық. Ал 1 жыл бұрын олар мұнда, ал мен әлем аралап тәжірибе аламын деп ойламадық. Бірақ сол сәтте әлемнің сол бір нүктесінде тоғысқанымыз Құдайдың құдіреті секілді көрінді. Нидерландыға ұшқаным осы жылдың ең дұрыс шешімдері болғанына күмәнім жоқ. Осы эпизодты жазу уақытында бұл сапарымнан 1,5 ай уақыт өтті. Және мен әлемге Амстердамдағы саяхатымда, ондағы күндерімді ыстық сезіммен еске аламын. Оған қоса, трейдинг жайлы көбірек біліп, офиста болып, конференцияға ұшу бұйырыпты. Тек қана жай саяхатқа емес, трейдингті технологиялардың қалай қолданылатыны жайлы біліп келдім. Амстердамды естуге болатын болса, ол осындай болар еді. Бұл сол қалада жазылған аудиожазба. Бірақ бұнымен менің саяхаттағы қызықтарым біте қойған жоқ. Себебі мен әлі голландтық вафли жайлы сіздерге айтып үлгерген жоқпын. Ал олар айтуға тұрарлық. Неге голландтық вафли деген не деп сұрап отырсаңыз, ол 2 өте жұқа вафлидің арасында бал не тұздалған карамель салып жабыстырылған тәтті зат. Солай 2 вафлиді бір-біріне жабыстырғанда жұп-жұқа, тым қанты көп емес, бірақ өте дәмді тәтті шығады. Шаймен карта ойнау үстінде қалай тез желініп кеткенін байқамай қаласыз. Біздің ол қалада кештеріміз тура осылай өткен соң айтып жатырмын. Айтпақшы, мен қонаққа құрғалы келген жоқпын. Швейцарияда жеген ең дәмді шоколадтарды алып келдім. Карта ойнау үстінде тек қана вафлиларды емес, Аружан мен Есхат шоколадтарды жеу үстінде болды. Оларға қонағанда мен өте қуаныштымын. Күлкіге қарқы болып, бір-біріміздің іштегі ойымдарымызды, өткен стрессті, елге деген сағынышты бөлісіп, қазақша музыкаға тойдық. Есхаттың арқасында 2000 жылдардағы қазақша орыс әндерді тыңдап қайттым. Ал мен Аружан мен Есхатқа соңғы жылдардағы қазақша заманауи музыкалар мен музыканттарды ашып кеттім. Оларға ұнағанына өте қуаныштымын. Қазақстандағы және ондағы жақын жандарды сағыну шетелге көшкен соң 1-ші жылы болатын ғана нәрсе ма, не тұрақты сезім ба деген сұрақты болашақ өзімізге жауап беруге қалдырып кеттік. Сол голландтық вафлилар жайлы айтып жатыр едім ғой. Оларды Қазақстанға алып кетіп, кейін достарым мен отбасыма тараттым. Жақында менің досым Шынар Амстердамға бармақшы екенін білемін. Мені осы жерде тыңдап отырғанын да білемін. Ол жақ сен барғанда адамдар айтқандай суық болмайды деп үміттенемін. Қоғамдық көлікке мен сияқты билет алып әуре болма. Картамен төлей беруге болады. Бірақ қала өте кішкентай, сондықтан барлық жерге жаяу жетуге болады. Мен Анна Франктың музейіне қатты барғым келді. Бірақ билеттерді қарағанда мен баратын күндері бос орындар болған жоқ. Сондықтан сенде бір музейлерге немесе Анна Франктың музейіне барғың келсе, билеттерді алдын ала қарап, сатып алып қой. Билеттер азан емес, бірақ Амстердамда не істеуге болады деген кезде адамдардың барлығы маған
музейге баруға болады деп айтты. Ван Гогтың музейіне бару керек сияқты. Ван Гогтың музейінің ішін білмеймін, бірақ сыртындағы парк өте әдемі болды. Тағы бір қызық факт, ол қалада велосипедистердің приоритеттері өте жоғары. Велосипедистердің парковкалары бар, және олар сені кез келген уақытта қағып кетуі мүмкін. Сол үшін жан-жағыңа қарап абайлап жүр. Лондондағындай қызылға өту деген ол жерде аз сияқты. Букингтің жаңа офисін көруге уақыт табалсаң, керемет деп айтады. Мен оған үлгермедім, есесіне Google'дың офисінің көріп қайттым. Сол күндері Google'дың 25 жылдығын тойлап жатыр еді. Бір торт жеп, офиста кішкене жұмыс жасап, тамақ жеп қайтқан болатын. Ең дәмді тамақ түріктердікі деп естідім. Олардың үлкен диаспорасы қаланың оңтүстігіне қарай шоғырланған. Сенің онында жүріп, түрік тағамдарына жалғып кеткеніңді білемін. Алайда қарның ашып, дәмді тамақ жеген келсе, Амстердамда түрік мейрамханаларына баруды кеңес беремін. Амстердамның орталығы да сөзсіз әдемі. Венецияның орталық алаңына қатты ұқсайды. Негізінде голландтықтардың судан осындай мемлекет құрастырғаны мені қатты таңғалдырады. Және соңғысы, Амстердамда жүріп тұру өте қымбат. Салық та көп. Есесіне өмірдің сапасы сәйкесінше өте керемет. Басқа Европаның елдеріне салыстырғанда, мысалға мен болған Испания мен Италияға қарағанда, Амстердамда жүріп тұру өте ыңғайлы, жан-жағына қарау өте әдемі, және адам саны қатты көп болмады мен барғанда. Менің ойымша Европаға жазда емес, қыста бару керек сияқты, туристер аз болғанда. Саған да Амстердамдағы сапарың ұнайды деп үміттенемін. Өйткені мен осы қалаға қайтып келгім келеді деген қимастық сезіммен кеткен болатын. Уақыт баяулап, жүрегім тынышталып, көп күліп, мені Амстердам қалай жылы қарсы алса, солай жылы шығарып салды. Менің әкелген сарқытымның дәм татқан адамдарға ұнады деп ойлаймын. Мен сол голландтық вафельмен шоколадтарды үйге апардым, және әрине холодильникке қоятын магнитте сатып алдым. Айтпақшы, голландтық вафлидан дәмдірек, бірақ нәрсе жедім сол сапарымда. Ол Аружанның қолынан самса еді. Оның дәмі әрине бір бөлек. Негізінде мен ол жақта жүргенде қазақша тағамдарды өте қатты сағынатын. Аружан екеуміз бір күні самса бүгіп, кәдімгідей Қазақстандағыдай тауық етімен самса жасадық. Қанша уақыт өтсе де, дәл осы естеліктерді мен үлкен жылулық сезіммен еске аламын. Осы эпизодты жазудың негізгі мақсаты да барған сапарымның, саяхатымның қызық жақтарын өз есіме алу және оны достарыммен, отбасыммен бөлісу. Амстердам жайлы тағы бір қызық факт есіме түсті. Адамдардың судың бойында үй салатыны мені өте таңғалдырды. Тек қана бір қабатты үй салып қана қоймай, екі қабаттап үй салады. Сонда судың бойында бетон тұрғызып, адамдар сол жерде үй сияқты тұрады. Жарайды, бұл бүгінгі эпизодқа айтылған соңғы Амстердам жайлы факт болмақ. Қазір Лондонда жүріп, бұл сапарымның кішкентай бөліктерін есіме де түсіре алу қиын болып жатыр. Сондықтан осыны жазып, өзіме сақтап қойып, 1-2 жылдан кейін тыңдау маған да қызық болар еді. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Сау саламатта кездескенше.